курсының сабағына қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы журналистикаға кіріспе, IT журналистиканың мақсат міндеттері. Сабақ мақсаты: оқушыларды IT журналистика мамандығы туралы мәліметпен таныстыру, журналистиканың мақсат міндеттері жайлы таным білімін арттыру. Оқушылар, енді сіздер IT журналистика туралы ақпаратпен таныс болыңыздар. IT журналистика бұқаралық ақпарат құралдарының ақпараттық технологиялар көмегімен ақпаратты жинау, өңдеу, сақтау және мерзімді тарату жөніндегі қоғамдық қызмет түрі. IT журналистиканың мақсат міндеттері: ақпаратты көрерменге жаңа технологиялар көмегімен жедел әрі сапалы жеткізу, ақпараттық сайт, каналдар арқылы мазмұнды контент ұйымдастырып тарату. Енді журналистиканың жанрларына тоқталып өтейік. Журналистика 4 жанрға бөлінеді: ақпараттық жанр, талдамалы жанр, көркем әдеби жанр және шоу жанр. Балалар, журналистика туралы мәліметпен қанықтыңыздар. Енді ақпарат сөзін қандай ұғымдармен байланыстырасыздар? Сіздерге постер ұсынамын, сәйкес ұғымдарды жазып шығыңыздар. Өз жауаптарыңызда тексеріп көріңіздер. Ақпарат ұғымы мәлімет, жаңалық, дерек, хабарлама ұғымымен сабақтас. Оқушылар, енді ақпарат туралы мәліметпен таныс болдыңыздар. Ақпарат сөзі латын тілінен шыққан түсіндіру, баяндау деген мағынаны білдіреді. Ақпарат түсінігі ғылымдағы ең көп пікірталас тудырған түсініктердің бірі болып табылады. Қазіргі кезде ақпарат түсінігінің дәл анықтамасы жоқ. Көптеген жағдайларда ол интуициялық болып келеді және оған адам әрекетінің әртүрлі салаларында әртүрлі мағына беріледі. Журналистикада ақпарат қоғам дамуының заңдылықтары, әлеуметтік, экономика және рухани мәселелерді қамти отырып, жұртшылықтың қоғамдық пікірін қалыптастырады. Ақпарат жинау үшін журналистке толып жатқан органдардың, ұйымдардың, компаниялардың, лауазымды қызметкерлердің, танымал адамдардың телефон нөмірлерінің тізімі қажет. Журналистер маңызды мәлімет беретін адамдармен үнемі қарым-қатынаста болады. Журналистің ақпарат берушілер жүйесі осылай қалыптасады. Ең басты ақпарат көзі адамдар. Балалар, ақпарат туралы ұғыммен таныс болдыңыздар. Енді мына кестені толтырыңыздар. Жарайсыздар, дұрыс жауапқа көз салып, өздеріңізді тексеріңіздер. Енді балалар,
жедел жүздесу жұптық жұмысын орындайық. Журналистика туралы не білесіздер? Осы сауал төңірегінде сыныптастарыңызбен сұхбат құрыңыздар. Дескриптор төменде көрсетулі. Жарайсыздар оқушылар. Сіздер де журналистика туралы ақпаратпен қанық екенсіздер. Енді сабағымыздың соңында рефлексия жасайық. Білім тақырып бойынша алған ақпаратым, эмоция, сабақтағы көңіл күйім, баға, жетістігіме берген бағам, сын, өз бойымда нені дамытуым керек, идея, маған келген жаңа ой. Жарайсыздар балалар. Сіздердің кері байланыстарыңыз өте мазмұнды, әсерлі шықты. Журналистика туралы көп мағлұматты білгендеріңізді байқаттыңыздар. Сонымен балалар, бүгінгі сабақта IT журналистика, ақпарат туралы мағлұматпен таныстық. Олай болса, сабағымыз аяқталды. Зейін қойғандарыңыз үшін рахмет. Сау болыңыздар.